Кезекте тугандар, ошол навестин маңмайында көп учурда жылы жаңы свежий перегон Америкадан, Кореядан келген машиналар турат. Азыр кезек ушул жерге келди. Свежий перегон Lexus, Camry, Prius, Forest'лерди тартабыз. Бардыгына машина, кайсы машинаны көрүп турсаңыздар, ушуларды тартабыз. Бүгүн 12 декабрь 2021 жыл болуп калды. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Дөңгөлөктөр кышкы, азыр эми эшиги жабык экен, сыртынан көрөлү. Бул жерде бүт маалыматтар жазылып турат. 2.5 гибрид 2016 жылкы 78.300 км жүрүптүр. Ага, силерди салон көрүп койбоймунбу? Азыр эси ушул жерде экен. Бир салонду ачып көрөлү. Салондон дагы көрсөтүп жатат. 78.359 км жүрүптүр. Ушунун жанында свежий перегон келген Toyota Prius гибрид жылы 2018 1.8 коробка вариатор. Баасы $16.300 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Артына өтүп көрөлү. Парктрониктери бар. Свежий перегон Prius'тар өтө көп көбөйдү азыр. Ошо акыркы күндөрү Prius'тар мындай санаталардын жаңылары да келип атат. Азыр ушуларды да көрөлү. Артыңкы бамперинде парктрониги бар. Ушундай титан дискада. Жылы канча деп жазылып атат? Көрөлү. 94.500 км жүргөн. Жылы 2015, кореец, объем 2, заводской бензин, полный комплектация. Bunun bası kança oldu? Bası. $15.500 dedi. $15.500, бүт штатный монитор, мультирул, кожаный салон, черный потолок. Азыр артынан көрөлү. Жакшы абалда свежий перегон келген унаалар. Кезекте мына жерде Kia Morning'тин жаңысы кореец жылы 2015 газ бензин. Азыркы учурда расамашка болгон, бирок оформление боло эле экен. Баасы 7,5 сурап жатыр. Состояниясы жакшы. Дагы салонду ачып көрөлү. Kia Morning'тин жаңысы. Түсү ак түстө. Монтаж бул жерде GX автоунаасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2003, 4.7 газ бензин. Баасы $17.700. 190.000 км жүргөн. Биринчи ээси экен. GX-тин азыр эми эшиги жабык. Биз кийинки өтөлү азыр. Кореядан свежий перегон келген жата бул дагы. Chevrolet Spark жылы 2017, көлөмү 1.2, баасы $6.700 деп. Chevrolet Spark. Свежий перегон Kia K5 кара түстө. 120.000 км жүргөн. Жылы 2015, объем 2 газ, заводской коробка автомат 6 ступка. Кореядан свежий келген. Отуруштары кара түстө, кожа. Монтаж бул жерде хэтчбек Toyota Prius гибрид жылы 2012, 1.5 автомат. Басы $10.700 сурап жатыр. Ушул номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Эшиги жабык экен азыр. Артына өтүп көрөлү. Hyundai Sonata заводской газ 2017 жылкы. Южный Кореядан свежий келген. Басы $15.500 сурап жатыр.
Hyundai Sonata, свежий перегон. Бұл жерде Toyota Camry 73 кузов, 2018 жылғы 2.5 заводской бензин, басы $21.900 деп жазып қойып тұр. Қырғызстанда жүрген емес, жұмысы жоқ дейді. Бұл жерде маалымат қағазында жазып тұр, чистый Carfax деп. Чистый Carfax деген сөзді барыңыздар жақсы білесіздер. Урылған, бити болған емес дегенді түсіндіреді. Монтаңыз Toyota RAV4 автонасы, молочный түсті. Өту состояниясы жақсы. Астында ол жерде парктрониктер дағы бар екен. Жылы 2016. Южный Кореядан свежий келіп тұр. 72 мың километр жүрген. $24.000. Азыркы учурда рассамашка болгон, бирок оформление болду экен. Салонда көрүп коелу. 73.195 километр жүрүптүр. Бул жерде Audi автонасы дагы жакшы болду чыгыптыр. Audi эмес, бул Kia K7 экен. Салонун көрөлү. Кыргызстан. Маалымат қағазы бұл жақта жазылып тұрады. Жылы 2012-24 заводской бензин, бірінші ес екен, басы $12.000. А что не дали тогда? Ушул номерлерге чаласарларга сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен бул жердеги Audini алмаштырып алыппын. Бул жерде Audi A6 автонасы. Дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 2016, кореец. Маалыматта баасы жазылмаптыр. Эшиги жабык. Азыр эсин сурап, мындан баасы канча экен билбедим. $21.000 деп. $21.000 дөңгөлөктөрү кышкы. Объем кайсы экен муну? Объем 2 Twin Turbo дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул жерде Honda Civic жаңысы, дөңгөлөктөрү кышкы. 98 мың километр жүрген, жылы 2015, 1.8 заводской бензин, Южный Кореядан свежий келген. Басы $13.000. Состояние жакшы. Lexus RX 300, объем 3. Газ установка болгон, газ бензин 2004 жылғы. Басы $13.300 сурап жатыр. $13.300 кузовунда бир да жеринде жумушу жок. Дагы бир күмүш түстө Kia K7 автонасы, заводской бензин, объем 3. Парктрониктери бар. 395 мың километр жүрүптүр, жылы 2017-2018. Заводской бензин эмес, заводской газ экен. Азыр салонду ачып көрөлү. Заводской газ болуп атат да? Заводской газ 395 мың километр бияктан көрсөтүп жатат. Состояниясы жакшы, отуруштары ушундай кара түстө. Номери бар, номерди көрсөттүк. Басы $16.700. Дагы бир күмүш түстө Hyundai Sonata автонасы, рестайлинг, жылы 2015, объем 2, коробка автомат 6 ступка. Басы канча экен бул? $13.000 деп жатат дейт. Hyundai Sonata. Состояниясы жакшы экен бул дагы. Дөңгөлөктөрү ушундай летний дөңгөлөктөрдө турат. Кузовунда бир да жеринде сызылган жерлери жок. Мына жакта Subaru Outback Америкадан келген, задний камерасы бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. 2012 жылкы 144 мың километр жүрүптүр. $2.5 автомат, $14.000. Байланыш номери бар. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр дагы болот. Азыр эшиги жабык.
Toyota Camry свежий перегон, дөңгелектері қышқы. Жылы 2015, американец. Бассан жеген burada? Цена? Siz емес bu? 15 böyle turban jeri. 15 бола тұрған жерде. 15 бола тұрған жерде. Жоқ қазір. Өзі өшеді, бірақ күлші башқа бұрады өшеді. Сенасы жоқ жедеді. Мына жерде Prius'тың мәлімет қағазы жоқ екен, анда мына жерде Starex'ті дағы біреуді сұрады еле. Құтталушыларымыз. Азыр көреміз. Starex 2015 жылғы 2.5 дизель $15,000 деді. Starex. Азыр артын өтіп көрелі. Бұл жерде дағы бір свежий перегон Toyota Camry Америкадан жаңа еле келіп тұр. 145 000 км жүрген. 2015 жылғы. Басы $16,800. Азыр ешігі жауық. Артын өтіп көрелі. Азыр ешігін ашты, азыр ашып көрелі. Toyota Camry. Бұяқтың бола тұрған бақсан жолады? $16,000 болады деп. Гибрид. Чистый Carfax да бұл. Дөңгелектері қышқы. Анын жанында Prius'тағы отырады. Prius'тағы свежий перегон келіп тұр. Бұлдағы гибрид. 2016 жылғы 1.8 автомат. Расход жүзінде 5 деп. $15,800. Азыр бұндағы салон ашып көрелі. Toyota Prius'тың салоны 154 000 км бияқтан да көрсетіп жатады. Состояниясы жақсы екен. Барлығы қанша болды келгенді? Қырғызстаннан келгенді? 2 жұма болды. 2 жұма, 2 өтен. Базар. 2 жұма болды деді. Свежий перегон деді. Çalıp süleş görüngüzler. Ne bitti ne krasın dedi.